Қайырлы күн достар, біз бүгін Poison сайтынан заказ берген товарымыздың трек-кодын қай жерден аламыз және оны қалай жаңағы карбон сайт слежкасына енгіземіз, сол туралы көретін боламыз. Poison сайтын ашасыздар. Жалпы егер сіз заказ беріп жүрген болсаңыз, трек-код не үшін қажет екенін білесіздер. Ал егер бірінші рет заказ беріп жатқан болсаңыз, трек-код дегеніміз ол сіздің товарыңыздың қай жерге келген қарап отыру үшін берілетін жаңағыдай сандар, иә. Ол үшін мысалы, егер Poison'нан заказ бердіңіз, ол трек-кодты қайдан аламыз десеңіз, Poison сайтына ашасыздар, өздеріңіз заказ. Міне аккаунттарыңызға барасыздар. Мен осыған дейінгі заказ беру деген сабақта негізі көрсеткен болатынмын трек-кодты қайдан алуға болатын, иә. Трек-код деген жалпы қалай екен. Не байқасаңыздар, менде міне мынау біздің аккаунтымыз. Қалай айтамыз, міне мына иконкаларда сіз заказ берген кезде товар шығады. Бірінші товар төлейтін, товарды уже продавец упаковать етіп жатқан, жолға шыққан деген сияқты, иә. Негізі трек-кодты алу үшін осы өзінің иконкаңызға келесіз. Осы жерде 1, 2 деп қанша зат заказ бересіз, сонша жаңағыдай сан цифр шығып тұрады. Міне мына иконканы басасыздар, яғни грузовикті заказ берген кезде осы жерде сіздерде жаңағы заказ берген товарларыңыз шығып тұрады. Енді ол товар жаңағы трек-кодыңыз мен сияқты жоқ болып кетсе, бірақ сіз трек-кодты алып үлгермеген болсаңыз, оны қайдан алуға болады? Астында көріп тұрғандарыңызда міне глобустың белгісі бар. Соған кіресіздер, бірінші тұрған иероглифті басасыздар. Осы жерде байқасаңыздар, міне грузовиктің иконкасы бар, соны басасыздар. Міне мынау менің заказ берген товарым, осы товар басасыздар. Содан соң міне мынау жаңағы Қытай ішіндегі доставка жасайтын компания, жаңағыдай біздің товарымызды жеткізгенін көрсетеді. Міне дәл осы карта негізінде егер сізде әлі доставка болып жатқан болса, негізгі жеке кабинетіңізде шығып тұрады. Сол жерде товарыңыздың Қытай складына жетіп-жетпегенін қарап бақылап отырсаңыздар болады. Міне менде товар Қытай складына жетіп қойған. Мынау 73 деп басталатын сан бізде трек-код деп аталады. Жанында тұрған кішкене иероглиф копировать ету дегенді білдіреді. Мына трек-кодты алып жаңағыдай вручную жазып шықсаңыздар болады, иә, санды 73 деп тұрып. Бірақ оның қажет жоқ, себебі жанындағы иконка копировать дегенді білдіреді. Бұл енді трек-кодты көшіріп алдық. Ол не үшін қажет, не істей аласыз, ол нені білдіреді. Осы көшіріп алған трек-кодыңызды өзіңіз заказ беріп жүрген каргоның сайт слежкасына енгізуіңіз қажет. Ол үшін менде мысалы AG001 каргосымен заказ бергем. Қай каргомен заказ бердіңіз, дәл сол каргоның сайт слежкасына енгізесіз. Ол мына плюсик батырмасын басамыз. Мында трек-кодты жазасыздар. Мында өзіңізге түсінікті болу үшін описание жазып қойсаңыздар болады. Мен жаңағы крем деп жазайын әрине. Міне добавить дегенді басасыз. Міне байқасаңыздар, бізде жаңағыдай трек-кодымыз арқылы біз қарап отырсақ болады. Негізі бұл трек-кодты сіз алған күні жаңағыдай сайт слежкаға жазасыз. Менде 18, яғни бүгінгі күнді көрсетіп тұр. Ал товар 11 айдың 5 күні складқа келіп қойған. Сіз осы 11 айдың 5-іне дейін енгізіп қоясыз ғой енді товарды. Міне мынау менің Өскемен қаласына уже 11 айдың 13 күні келді. Мен бұл товарды алдым. Алғаннан кейін мен принять товар дегенді басамын. Байқағаныздар, міне ол товар бізде жоқ болып кетеді, себебі біздің алған товарымыз. Ол сіз өзіңіз алған товарларыңыз, мысалы мындай архив дегенде қарап отырсаңыз болады. Бұл AG001 каргосының ғана мысалы сайт слежкасы ғой енді. Тағы да көптеген сайт карголардың өздерінің сайт слежкалары бар. Енді егер сіздің каргоңыздың сайт слежкасы болмаса, товардың келіп келмегенін қайдан білесіз? Ол үшін телеграм-каналды ашасыздар. Кез келген каргода ол телеграм-канал бар. Сол жерде көрсетіп отырады. Мысалы, мен мына каргоның примерінде көрсетейін. Міне байқасаңыздар, мынау жіберілген товарлар жаңағыдай Қытайдан Қазақстанға шыққан товарлар, ал мынау Қазақстанға келген товарлар. Осылай басасыз. Кез келген карго сізге жеке ID-код бересіз, ID-код арқылы заказ бересіз, міне сол ID-кодыңыз арқылы товарыңызды қарап отырасыз. Мынаның бәрі трек-кодтар, жаңағы біз көріп отқандай. Ал мынау сіздердің жаңағы
ID номерлеріңіз. Мысалы, менің ID номерлерім жай ғана мысалы 55-55 болатын болса, мен қараймын, міне 55-55, демек менің мына товарларым келіп тұр деп қарасаңыз болады. Бір айта кететін жайт, ең ыңғайлысы сайт отслежкасы бар жаңағы каргомен заказ берген ыңғайлырақ, себебі сізде трек-кодтарыңыз бәрібір жерде болады, сіз көріп отыра аласыз да, қай күні шықты, қай күні нетті, жаңағыдай былай каждый немені ашып отырудың қажеті жоқ файлды, егер сайт отслежкасы болмаса, онда осылай заказ берсеңіздер болады. Енді мен қазір келген товарыма распаковка көрсетемін сіздерге, Poison сайтынан келген. Poison сайтын туралы жаңағы тағы да бір сұрақтар болады. Товар жоғалып жатады екен, жоқ, ол да Pinduoduo, Taobao сияқты дәл солай товарыңыз каргоға келіп береді. Ары қарай сіздің товарыңыздың Қазақстанға келгенге дейінгісін карго жауап береді. Тағы прямой доставка жоқ Poisonда, через карго заказ бересіздер, яғни Pinduoduo сияқты жаңа пост ол жерде жоқ. Төлемге келетін болсақ, прямой Каспий Голд картамен де төлей алмайсыз. Alipay приложениесіне Каспий Голд картаңызда тіркейсіз, сол арқылы төлейсіз, ол жерде ешқандай процент жоқ. Poison сайтына байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп достарыңызбен бөліскетіңіздер. Товардың весіне келетін болсақ, әр каргоның өзінің осылай WhatsApp группасы бар, немесе менеджері өзіңізге товар келген кезде жазады. Товарыңыз келді, салмағы осынша, төлеңіз және осы жерден алып кетіңіз деген сияқты. Мен мысалы EG каргосында осылай группаға келеді, кісінің атын және товардың салмағын жазып отырады. Бір каргоға жабысып қалған ешкім жоқ қой, қазір каргоның түрі өте көп. Каргомен заказ беріп көріңіздер, тестировать етіп көріңіздер. Өздеріңізге ұнаған каргомен уақыт келе солай өздеріңізге ыңғайлы карго табасыздар. Ал енді распаковка чек дейміз ба? Мен заказ берген кремім, крем для тела. Бағасы 8400 теңге. Салмағына Өскемен қаласына дейін 860 теңге төледім.